Ассаламуалейкум, ағайындар, қалдарыңыз қалай? September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a... Ассаламуалейкум, ағайындар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге Мальдив аралдарынан жалынды сәлем. Кеше оразаның соңғы күні осында ұстау нәсіп болды. Бүгін бұл жақта да айт. Сізге Мальдив аралдары десе қияндағы бір елеске түсе ме? Ұшақпен бір күн ұшып, кемемен бір түн жүріп, шаршап шалдығып жететін ғажайып мекен деп ойлайтын шығарсыз. Ғажайып дегеніңіз рас, бірақ бір күн бір түн емес, Алматыдан ұшақпен небәрі 6,5 сағатта жетесіз. Рақат қой. Абай атамның «Айттым сәлем қаламқас» әнін тыңдап, мына иллюминатордан анау ақша бұлттарды, оның астындағы мұхитты, ондағы аралдарды сүйсініп қарап ләззат алу бір ғанибет екен ғой. 1200-ге жуық аралдардан құралған Мальдив елі Үнді мұхитының ортасында, экватор белдеуінің қос қапталында орналасқан. Қазақстанмен уақыт айырмашылығы 1 сағат қана. Біз Алматыдан түнде ұшып, діттеген жерге таңертеңмен қондық. Тараптан түсе сала ауаның дымқылдығын сезесің. Температура жыл 12 ай плюс 31 градус. Сондықтан бұл жаққа джинсы немесе қалың киім киіп келемін деп ойламаңыздар. Аптап ыстық десе де болады. Ылғал бұлттың 90% болуы мүмкін шығар бәлкім. Себебі мына маскадан демалу мүмкін емес. Халықаралық әуежай ел астанасы Малиде орналасқан. Бұл жерде көрер қызық жоқ, себебі азғантай аумақта шағын өндіріс, құжынаған тұрғын үйлер, әлеуметтік мекемелер бар. Мальдив халқының басым бөлігі осы қалада тұрады. Ал туристерді осы жерден солтүстіктен оңтүстік аралығында адырап жатқан 100-ден астам аралдардағы ресортта күтеді. Ол жақта жағажай да, балық та, рифт те жетіп артылады. Енді Малиден қалай жетеміз деген заңды сұрақ туындайтын шығар сіздерде. Аралдарға катермен не болмаса мынадай гидропланмен жетуге болады. Алғашқысымен жету қиындау, теңіз толқыны күшейгенде алыс жолға катермен шығу қауіпті. Ал гидроплан аспанды бұлт торламаса болды, ұша береді. Бағасына келсек, гидропланмен барып келу $350 шамасында. Айтпақшы, Мальдивке келіп, ақша үнемдеймін деген әңгіме жүрмейді. Сондықтан бағаның 1000 құбылмалығына алдына дайын болғаныңыз абзал. Ал гидропланмен жету үшін $350 түк емес. Алматыдан ұшар алдында екі аралдағы ресортты тамашалаймыз деп шешім қабылдадық. Сонымен біріншісі Асуруга Даймонд, Малиден 100 шақырым қашықтықтағы ғажайып аралды бетке алдық. Ұшақтың жалпы түр-түрін көрдім, бірақ гидропланға бірінші рет отырдым. Бар қызығын тарқатып айтайын. Бұл ұшақпен тек күндіз ұшасың, кешкі 5-тен кейін бәрі базаға қайтады. Сырттай қарасаң кішкентай секілді, бірақ екі ұшқышпен бір борт серіктен бөлек 15 адамды жүгімен қоса сыйдыра алады. Екі моторы бар. Әгереке екеуі де істен шықса, оп-оңай суға қайта қоналады. Қауіпсіз бұл тұрғыдан алғанда. Жаңбыр жауып, жел тұрса, пилот ұшпай қояды.
Ал жалпы маневрға бейім кез келген бұлтты айналып өтеді, турбуленттік дірілді сезбейсің. Енді бұл ұшақтың минусын айтайын. Екі мотор бірдей қосылғанда құлақты жеп қояды. Баяғы Ан-2 ұшағының ішінде отырғандай боласың. Жалпы түріне қарасаң олай ойламайсың. Айтпақшы, бұл ұшақтың аты DHC-6. Әрбір екінші ағаш пальма. Пальма дегенде басындағы кокосты байқап тұрсыздар ғой. Мына егер адам басына құлайтын болса, оңдырмайды. Бананның ағашы қандай болатынын білмейміз ғой негізі. Өйткені Қазақстанда өспегеннен кейін мынау ағаш банан ағашы, мынау жапырақтың барлығы бананның жапырағы. Банан қайда дейсіздер ме? Банан міне, қараңыздар. Көрінген шығар, мини банандар келісі 2,5 мың теңге тұрады Қазақстанда. Мында тегін, бірақ әлі піспепті, көк күмбек болып тұр. Ұстасаң қатты, демек әлі жеуге болмайды деген сөз ғой. Басқа нәрсені іздейді жейтін, не бар екен? Аспаз бізге 3 түрлі балық дайындауда. Сибас, туна деген тунец, джакфиш дегеннің переводын білмей тұрмын, қазір интернетке саламыз. Ал роуст чикен деген, бұл өзіміздің тауық кәдімгі. Тауықты алып, мынандай шоққа қуырады. Қараңыздар. Аспаз, жергілікті аспаз, Мальдив елінің тұрғыны. You're from Maldives? I'm from Bangladesh. Bangladesh. Oh, бұл кісі Bangladesh'тік екен. From Dhaka? Near the Dhaka. Near Dhaka? Yeah. Yeah, so that's good. In Bangladesh, you speak in Bangla. Bangla? Yeah. It's like Hindi or no? Hindi also? No? No Hindi, but I know Hindi. You know Hindi. We are from Kazakhstan. Kazakhstan. You know Kazakhstan? I know Kazakhstan. It's last USSR. Yeah. So we speak in two languages, Kazakh and Russia. Kazakh and Russia. Kazakh and Russia. Yeah, there's a lot of Russia. Yes, yes, a lot of Russia speaks there. Келіп тұр, аспаз бір балық лақтырама деген ниетте. Мальдив аралдарының бір ерекшелігін айтып кетейін ба? Мұнда сезон деген дүние жоқ. Ол қалай дейсіздер ғой? Мәселен, Түркияға сіз көбіне жазда барасыз, күзде су салқындап келеді, қыста мүлдем армандауға болмайды. Дәл солай Қытайдың біраз курорттарына да, Еуропаның біраз елдеріне де сіз тек қана арнайы бір мезгіл таңдап барасыздар. Ал енді Мальдив жыл 12 ай. Жылдың 365 күннің кез келген уақытында сіз мұнда келіп тыныға аласыз. Ауа райы 28 пен 32 градустың арасында өзгермейді, назар сақтаңыздар. Судың да температурасы өзгермейді. Ол да 30 градустың төңірегінде, минус плюс. Бірақ сіз қай уақытта суға сүңгісеңіз де оның салқындығын, ыстықтығын сезбейсіз. Өйткені сыртқы ауа райы мен судың ауа райы екеуі бір-біріне сәйкес.
қаржы жағы қызықтыратын шығар. Мәселен, мен оны барлығын сіздерге жазып көрсетейін. Бұл жерде ең бастысы мұнда жету ғой. Ал мұнда кез келген әуе компаниясы ұша бермейді. Біздің елден Air Астана Алматыдан тікелей рейс орындайды. Бұл былайша айтқанда рахат. Мальдивқа бұрын көп келіп жүрген отандастарымыз білетін шығар. Дубай арқылы, көбінесе Дубай арқылы келеді. Бұл деген Дубайға бір жетіп алып, бұл жерде бір кемінде 4-5 сағат келесі рейсті күту, одан ары қарай мұнда жету. Бұл жерге жете салып сіз Маледен бірден демала алмайсыз, келесі аралға тағы да ұшасыз. Сондықтан жол шаршатып жібереді. Ал бұл жерде тиімді бағыт ашылды. Демек неге пайдаланбасқа, иә? Бағаларын мен төменде көрсетіп шығайын. Ертерек алсаңыз әлбетте оның бағасы арзан, немесе тур операторлармен келісіп алсаңыз, бұл жерде тур операторлар сіздерді біріктіріп жібергендіктен баға арзанға түседі. Ал енді жекелей сайттан қарайтын болсаңыз, төменге қарай сілтемені көрсеңіз, сол жерден түртіп қарайсыз, бағалар жазылып тұр. Бұл жерде не қызық дейсіз бе? Бұл жерде ең бірінші снорклинг деген дүние бар. Мына киіп аласыз, әшке дейік, аузыңызға трубканы салып тыныстанасыз. Сол арқылы және де суға еніп лифтті аралайсыз ғой. Ол жерде енді су ғажап балықтар, тіпті скат пен акуланы көруге үлкен мүмкіндік бар дейді. Бірақ біз акуланы ғана көрдік, баласын кішкентай ғана. Скатты көре алмадық. Енді акула қорқынышты емес пе дейтіндерге айта кетейін, Мальдив аралдарының акулалары қонақжайыма білмедім, ешқандай қауіп тудырмайды екен. Оны өзіміз көзіміз жетті, біз түсіп жатқанда оның жаңағыдай шағын түрлері маңайымыздан жүзіп өтіп кетті. Ковидпен бүкіл әлем күресіп жатқанда, әлбетте Мальдивада онымен кезікті. Сондықтан ковидке қарсы қауіпсіздікті бұлар өте жоғары деңгейде сақтайды. Сіз елден ұшарда ПЦР тест тапсырасыз, аралға келесіз, осында тынығасыз, кетер алдында тағы ПЦР тест тапсырасыз. Егер сіз басқа аралды ауыстырып тағы басқасын көрем десеңіз, онда кей аралдар сізден тағы қосымша ПЦР тест сұрайды. Себебі өзінің тынығушыларын олар ауырған адаммен байланыстырғысы келмейді. Қауіпсіздікті өте жоғары сақтайды. Сондықтан сіз ауырмасаңыз, егер онда қауіптенбей ақ қойыңыз, басқа аурулармен байланыстырып. Қазақстанда сағат 6:30 дәл қазір. Мальдивада да 6:30. Бірақ бұнда кеш ерте түседі. Күн батып кеткен. Қазір бір санаулы секундтардан кейін қараңғы бола қалады, дым көрінбейді. Біз свет жағып қойдық. Телефонның камерасы кішкене жарық көп көрсетіп тұр керісінше. Ал шынтуайтына келгенде негізі қараңғы. Бұлай бұны шынай несін көрсетсем, шамамен міне осындай болып тұр ғой негізі. Бірақ мына экранын әдемі көрсетіп жатыр дегендей ғой. Асура Даймонд деген аралды қалдырып барамыз. Осында 2 түн түнедік, 3 күн жүрдік, армансыз суға түстік, лифтті араладық, балықтың түр-түрін көрдік, өкпе жоқ. Көру бір бөлек, жеу де бар ғой. Балықтың бір 6 түрін жеген шығармыз. Біздің Қазақстанда жоқ балықтар. Сондықтан оның үстіне ол сондай дәмді свежий болса, тіпті керемет. Енді келесі аралға бұйырса 2 немесе 3 сағатта жетеміз. Жолда Малеге соғуымыз керек. Өткендегідей гидропланға отырамыз. Сәл жүрек дайындатын болмаса, бұлай бәрі жақсы. Okay, bye-bye. Thank you. We'll come back. Okay, thank you. Bye. Have a very safe flight. Thank you. Thank you very much. Öykülerimiz. Gelemiz osman oturamız. Trans-Maldiv Airlines әуе компаниясына тиесілі гидро самолеттер. Сәл жүрек дайындатты деген болмаса, бұлай оған да үйреніп кетуге болады.
ahead. Yes. Thank you. Okay. Hello. Welcome to Finland. Hello. Welcome. Wonderful to see you. I'm Mark. Nice to see you. Welcome to Finland. Yep. Biz kelген уақытта күн шайдай ашық тұр екен. Бұл өте тамаша елге. Өткен алдыңғы аралда дәл бұндай ауа райға кезіге алмап едік. Күнге кіре алмадық. Бұйырса бұнда 3 күн боламыз. Бұл да бір Алланың сыйы шығар, Құдай қаласа. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Гульгуна, вы откуда? Таджикистан. Таджикистан, Hello. Thank you. Thank you. The breakfast, lunch and dinner, everything is happening here. This is the main restaurant, and then there's a main pool and the main bar also. We have lots of activities going on every day. Fire show, DJ, live band, and we'll be sharing the activities here. Yeah. And я сейчас на всем отправлю расписание. Спасибо. And on the right hand side, this is the reception area. We're open for 24/7, so if you need anything, you can always stop by. I'm just so nervous with all this camera. On the right hand side, here's the kids club from 9 until 7 o'clock every day. Kids Club. We also do babysitting service. Here, this is the art studio. So if you want to do the painting, here on the left hand side, this is the golf studio. You can do screen golf inside. And if you wish to play tennis, we also have a tennis court. And canoes and this is Japanese food for dinner. You're Japanese? I'm not Japanese. I'm from South Korea. South Korea? Yeah. The chairs. Here's the water sports center. And on the left hand side Күн бұлтты болып тұр, сондықтан суға түспеймін қазір. Әзірге мен сіздерге қайда орналасқанымды көрсетейін. Мынау мен орналасқан бунгало. Шағын ғана үйшік дейміз өз тілімізде. Осылай әрбір бөлмеге 2 қол шатырдан тегін ұсынады. Ал мынаның ішіне енейік. Кішкентай коридордан кірген бойда буфет, барнис столик дейді. Бізге мынандай отель иелері осындай комплимент жасапты. Бұның барлығы тегін, шай, кофе, су. Ал енді қалған дүниенің барлығы мына жерде шараптың түрлері бар. Бұлар мықты сусындар нешетесі бар дегенде, бұлар барлығы қосымша қаржыға. Бұндағы баға әлбетте қымбат, сондықтан ойланып бармау керек кез келген дүниені. Ал енді мынау мен енді жататын king size кроваты. Тамаша жасап қойған, мында тынығатын орындар. Бұдан мынандай көрініс. Қандай ғажап. Үнді мұхиты. Мына жерде кішігірім бассейн. Мынау кәдімгі тынығатын демалыс аймағы. Телевизор. Тіпті маршалдың қабырғасы да бар екен. Ғажап, Астан бір көрсетейін, бұлай бір көрсетейін да осы тұрыс қой негізі. Бассейн қандай ғажап, Oh, it's very incredible. Деген сөз бар шығар ағылшындарда, невероятно.
Таңғажайып деген ұғым жауып қойын, іште кондиционер қатты жұмыс істеп тұр. Так, ендігі мәселе, мұнда тағы бір бөлме бар. Бұнда қараңыздар, қандай ғажап ванна. Ешкім сені көре алмайды, сен ешкімге назар аудармайсың. Жоқ, былай. Тамаша. Так, енді мына жақта тамашалап жіберейін сіздерге. Мұнда душ, мұнда әжетхана, ал енді мұнда летний душ дейма, тропический душ деп қойыңызшы. Оған да түсіп көрерміз. Сонымен осында біз 3 күн жатамыз бұйырса. Кеше 2 күнімізді басқа аралда өткізгенбіз. Бір күніміз Малиде өтті. Бұл да бір ғажап. Жасыратын ештеңесі жоқ. Мальдив аралдары әлемдегі ең қымбат демалыс орындарының бірі болып саналады. Себебі мұнда жетудің өзі оңай емес. Мәселен, Air Astana әуе компаниясы Алматыдан Мальдивиге бір бағытымен бару келуін бірден 290 мыңнан басталады деп естідім, турагенттіктер арқылы. Ал енді сайтқа кіріп алатын болсаңыз, ол жердегі баға 349 мың теңгеден басталады. Өйткені Мальдив сезонға қарамайды, бұл жыл 12 ай. Күннің 365 күнде де қонақтарды қабылдай алады. Арасында жаңбыр болуы мүмкін, бұлтты болуы мүмкін, жел болуы мүмкін десе де, ол ауаның температурасына әсер етпейді. 28-32 градус арасында. Судың температурасы 27 минус плюс төңірегінде 29 дегендей. Сондықтан бұнда келген кісі өзіне жайлы, кез келген ауа райын өзіне жайлы етіп қабылдай алады. Толқынды тамашалап, мынандай жерде жатқанға не жетті деге. Бұл жас жұбайларға арналған бөлме екен. Көбінесе Мальдив аралдарына некесін қиюға, некесін қиып той жасауға келеді. Міне алғашқы қонақ. Бұлай қарасаң, іші өртеніп тұрған секілді, но ішінде кондер бар деп айтады.